Мына ағаң тірі кезде ешкімнің алдында басыңды бұқпа. Не істедің, мәссаған? Ей-ой, не істедің алар? Бауырым, не істедің? Тұрған машинаны соғу. Шық тез. Сен деуің дұрыс па, бауырым, барып, әкеңе звондайсың ба, анана звондайсың ба? Мына машина істеп бересің, по-любому. Түсіндің ба? Звонда бар. Звонда бар. Алло, Махамбет аға, келесіз ба? Маяқта бір жағдай оқыған еді. Батысын шағылым ана. Тыныштықла жігіттер. Сен кім боласың? Саған жігіттің ағасы болам. Ағасы болсаң жауап бересің ба, не үшін? Жауап беремін. Бауырым, мына тұрған машинаны кеп, нін соқты. Енді ақшасын қойып бер. Машина қанша тұратынын білесің ба? Машинаның қанша тұратынын білмеймін. Бірақ мына інім үшін мен өмірімді беремін. Бауырым, болса әңгіме айта бермей, маған ақшасын қойып бер. Телефонды алып, кілтті берші. Міне, машинаның кілті. 3 күн сенде залогта тұрсын, мен ақшасын қойып беремін. Не істеп отырсың? Інім, еңсеңді көтеріп тұр. Мына ағаң тірі кезде ешкімнің алдында басыңды бұқпа. Жақсы. Жігіттер, бола ма? Қазақта сөз бар. Кедей жомарт, байдан артық дейді. Бауырым, сені түсірме. Осылай мақтаған бар сен. Мен те ағаларым бар шығар, бірақ бұндай емес. Айып етпеңдер, жігіттер. Жақсылықта жолығайық.